Каспий теңізден келе жатырмыз. Бүгін қаңтардың 28 жұлдызы. Алла қаласа. Қазір закаливание, моржевание, салқын суға сүңгу, салқын суда жүзу. Салқын суда жүзу жайында қазір мастер-класс көрсететін боламыз. Ендеше жүріңіздер. Бүгін күні қатты салқын жылы. Алдында тасқа ордым, міне қайта мына тасқа тұрасың. Бауырларды кездестірдік. Бұйырса қазір суға бірге түсеміз. Қалсыңдар. Не бар? Әдем. Все. Камал, бізді инстаграмға салып бересің бе? Қой, жоқ. Мінекей, бүгінгі салқын суға сүңгуі аяқталды. 28 қаңтар. Су өте керемет, әдемі. Түсе беріп, уже үйренісіп кетті. Қазір жаздың күні шомылып жүрген сияқты сезімдеміз. Ешқандай бір тоңу, дірілдеу, ауырып қалу дейтін нәрсе мүлдем жоқ. Жұрттар грипповать етіп, жөтеліп жүрсе, Аллаға сан шүкір, онда ешқандай жөтел, қақырыну, түшкіріну дейтін нәрсе Аллаға сан шүкір жоқ. Сондықтан қазақ айтады ғой, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Себебін жасау керек. Суға түсе берсеңіз, адам үйренсе, адаптацияға түседі, ары қарай шымырланып жақсы бола береді.
ден сау болсын, ауырмаңыздар, шаршамаңыздар. Менің каналымды әрқашан тамашалап көріп барыңыздар. Подписаться етуді ұмытпаңыздар достар. Аманшылықта.